О, только, ой. Хищники, вот, о, шу. Аю кетті нахуй. Медетжан, только қуам деп қояды. Кетке бақ көрейік. Ойбай, қамдалада, айдалада жүрген біздер ғана ма деп қоясың. Чодам. Не бар екен? Қайдан ол? Күлкі жер, кетіп қалды. Қайда қалды? Таң сағат 7. Әлі жетпедік. Жеті болды міне. Жеті болды. Оғына жеті болды. Балдар ұйқыны әкетіп атыр іште. Өмірі сол ғой. Ой, мына мұрамызға жаман жолмен дағамсың. Арқамжан, қандай? Медетжан, қандай? Мойым жиық қой. Қандай? Болды біз машина. Қандай, досты? Құрт. Қамызға уже 1 сағат болды ма? Сағат 8-ден 30 минут кетті. Біз әлі жете алмай келатыр. Уже көз деген жыпылып қалып жатыр ұйқыдан ше. Жапылып. Жыпылық деп жарғанат болып кетпейді. Неға өш жерде басасың енді шешесірілдемейді кішкене баллонын солға ал. Таңғы сағат 9 болды балдар. Қазір шодан сағат сапсайын дедің ба? Келдік осындай. Сол майды не қыласыз? Ой, балдар. Мен іште бола отырам, демала отырам. Шашадым мен машинайды. Балдар бөздер бара беріңдер, айналайын, жаным әшейін. Жақсы қалды. Кино болып тұр да. Төсектерден кейін. Нормал төсек. От жектермен. Қазір обедке осыларды жейтін боламыз. Мына жақта ұйықтап қалыпты. Енді біз. қылқасы. Қылқасы ма? Дұрыс қой. Ойбай, арманыма жеттім ау. Ұйқыладан балдар бауызды қойпайды. Қанша жылға арманым шеш. Ес. Мәке, бұл қалай болды? Әдем болды. Бұндай дәреже қалай жеттіңіздер? Әшейін жетті. Әшейін ба? Келдік балқы жетті. Қандай балдар. Қазір сазан бар ма, сазан? Жігіттер андай Балық жеп қайтамыз бұйыртса. Мына 5 бала болып қалды мыналар. Дальшыға балық аулауға кетіп жатыр. Мәкең бар. Бейгош бәріміз қалаға қайтайын деп жатырмыз. 400 километрдей жерді артқа тастап, дальше кетіп бара жатырмыз. Келе бастайды ғой. Соғысында мынадай болды. Ема, телефон түсіп қойын деді. От сыңау көрінші. Әлемең бар, ой, балық зор болады. Тұрмайсың, үлкейесің, жалғыз қалатын күндерің болады. Өмірде жалғыз қасірет. Короче, леш болды, бүгін 2 сазан болды, және 1 жылан балық болды, міне. Обедке дейін. Өзіміз 9-дан қаншаға дейін? 1-ге дейін. 2-ге дейін ба? 4-5 сағаттың, 4 сағат екен ғой. 4 сағаттың ішінде. Ой, жаным-ай. Ой, ана. Табиғат аясында балдармен келіп, душе балықта демалыс болады. Мына жағымызда Іле өзені, мына жақта көл бар. Көлге барып, сазан, жылан балық ұстап, таза ауада мужиктарский демалыс болады. Өткенде туған күніме еще қайға кеп берген болатын балдар. Одан кейін аптасына 1 аптада 3 рет балыққа барып келдік. Мынау 3-ші балығымыз.
Анау тоқпен ұрып, сетка салып кеткендер, олардікі демалыс емес, енді олардікі браконьерство, олардікі бір білмеймін енді, ол демалысқа, ол балық аулағанға жатпайды. Таза демалыс, қармақпен, спиннинг донкін лақтырып қойып, түрткеннен содан бір кайф алып, содан бір рахат алып, демалып отырып, осындай таза ауада табиғат аясында балық жеуға. Жаңа салып жіберейін де қояды, болды, соңғы екеу қалыңыз. Бар, бұтыңа кеше қайқап барады. Қалдыр күтіп отырады да, братан. Кішкене көтіңді ұңылдатсын. Көке, Күнден я. балық жеңіз. Міне. Еңбектің бәрі, балдардың еңбегі. Жеңдер Маң бәрі Жейханның еңбегі абзал екеуінен. Мынау бас па? Абзал, рахмет. Бүгін Қалай? Достар, таңғы сағат 5-тен бастап жаттығу жасап жатырмыз. Сосын мынандай бір жақсы нәрсе айтып кетейінші. Короче, түнде кондер қосып қалып кетті үйде. Содан кішкене ауырып қалдым. Мойындау керек. Тұрған кезде уже ауырып тұрдым. Бірақ ұйқым қанып тұрды. Сөйтем дағыны мына келіп уже қыздырынып, тренировка істеген екен, жағылып кеттім, көрейін. Тренерім айтатын еді, тренировка істеген адамның иммунитеті өте жоғары болады. И ол анау ауырса, бір тренировкамен жазылып кете береді. Сол рас екен негізінде. Бір терлеп уже нормально болып барам. Сразу уже андай басым ауырғаны қойып рез кәдімгідей. Денем арқам шаншуға да қойған мақын еді. Шаншуға да қойған еді. Ол да резко қойды, короче. Қалай әзір? Короче, наверное, бір нәрсе шықты ма деп қорқып кетемін ғой, адамдар сөйтсем, наверное, сүйек болады екен ғой. Андай жерде сүйегім ұсталды да, өзім қорқып басым. Бүйтем әшір бір нәрсе тұрған сияқты, сөйтсем сүйегім екен ғой. Бір түрлі оқылым шынында дейінші. Әжере бар, қымбат бар, көтөбегі. Қайтыңыз? Әлі жүріп қайтайық шамалы. Көтөбеге келмейлі біраз қапты, сағынып қаттық. Алматы қаласында тұрсақ та көп келмейміз ғой, иногда только былай-былай ғана келеміз. Мұның видео өте керемет қой, қараңыздаршы. Жаным, сондай әдемі, иә? Алматы сен кетіп қойсаң өте сұқ бар. Алматыда жүрші жаққа кетпей.